Қазіргі ақпараттық заманда адамдар кімді тыңдарын білмей жатыр. Себебі жан жақтан өте көп ақпарат ағылып келуде. Ол интернеттен, әлеуметтік желілерден, теледидардан, радиодан, басқа адамдардан келетін ақпарат. Сондықтан адамдар жалпы ақпараттан өте көп шаршайды. Негізі зерттеулер көрсеткендей, ақпараттан шаршау өте үлкен бір проблема болып табылады. Әсіресе қазіргі соңғы 5 жылда ол өте үлкен мәселе. Сондықтан бұны назарсыз қалдыруға болмайды. Енді мен сіздерге айтатын лайфхак, егер сіздер ақпараттан шаршаған болсаңыздар, кімді тыңдарыңызды білмей жатқан болсаңыздар, ең бірінші сіздер өздеріңізді тыңдаңыздар. Жалпы әр адам өзінің жүрегін тыңдау керек, өзінің миын тынықтыру керек, және де өзіне не қажет екенін білу керек. Себебі қазір біз әртүрлі парақшаларға жазылып, әртүрлі адамдарды тыңдап, кімді тыңдамай жатқанымызды өзіміз білмей жатқан сияқтымыз. Сондықтан мен сіздерге айтатын ең бірінші лайфхак, егер сіздер қандай да бір мысалы жаңалықтарға, немесе басқа да бір негативті, немесе сіздердің назарларыңызды алатын парақшаларға жазылып алсаңыздар, ең бірінші солардан отписка жасау керек болады. Өйткені сіздерге жалпы өздеріңіздің телефондарыңызды, сонымен қатар жазылған парақшаларыңызды тазарту керек. Оны біз енді психологиялық түрде детокс дейміз. Өйткені оны тазартпайынша сіздер ақпараттан шаршай бересіздер. Сондықтан ең бірінші сіздерге ақпараттық детокс жасау керек. Екіншіден, сіздерге өздеріңіздің тұратын үйлеріңізде сондай тазалық сақтау керек. Өйткені адамның тұратын үйінде егер артық заттар болса, артық киілмейтін киімдер, немесе қолданбайтын заттар, кітаптар болса, ол да адамды өте қатты шаршатады. Яғни сіздер өздеріңіздің пространство дейміз ғой, жан жақтарыңызды тазарту арқылы өздеріңізде миларыңызда тазарады. Үшіншіден, ол адамдармен қарым-қатынас кезінде өте сондай, орысша айтқанда избирательно, таңдаулы болу керек. Яғни сіздерге міндетті түрде қасыңызда кім бар, соған назар аудару керек. Өйткені кейде бізді адамдардар шаршатып жатады. Өйткені олардың пікірлері, олардың айтқан қауесеттері, басқа да бір ақпараттар сіздерге сондай бір өздеріңізге кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан жан жағыңыздағы адамдарға да назар аударсаңыздар, егер осы 3 аспектіде сіздер сондай тазарту жүргізетін болсаңыздар, шаршағандарыңыз аздап басылатын болады.